тоты? Ал, не бергің келеді өзіңден? Неше көтерген кісіден сұрайым, дұрыс болса сыйлық. Мынау кім? Доп-дұрыс. Неше фильмге түскен? Бұл өзінің фильмі. Көтерсін. Тамаша. Ең бірінші сіз көтердіңіз. Жақсы. Ал мен сұрағымның жанында сұрақ болатын білесіздер. Бұлай сұрап отырған себебім қазіргі таңда бәлкім қазақтың енді қоғамындағы танымал осылар шығар. Әлемдегі танымалдар. Енді сіздерді осылай алып келу арқылы бізге осындай қой үстінде боз торғай жұмыртқалаған заман сыйлаған, бізді әлемге танытқан, біздің халық болып ұйуымызға себепкер болған қазақтың тұлғаларын танисыздар ма? Соны көрейік. Егер Димашты танып, Джеки Чанды танып, Мұрат Әбділдан танып, аналарды танымасаңыздар, онда сіздерге ұят. Бастайын. Мынау кім? Тамаша. Ең бірінші қол көтерген қарындасым. Алаш арысы, Қарағанды облысы, Ақтоғай ауданының тумасы. Тамаша. Қарындасым. Тамаша. Кім? Құнанбайұлы. Ол кім? Ақын, жазушы. Ақын, жазушы, қара сөзі бар. Енді сұрақ. Ақын болса неше өлеңі бар, қара сөзі болса қанша қара сөзі бар? Біреуін оқи аласың ба? Кім бар? Абайдың өлеңін оқи алатын. Тамаша. Аба келіңізші. Қарындасым, Абайды тапқан үшін сыйлық. Ал енді Абайды оқи алатын қазақ бар ма? Көрейік. Ал. Қарындасым, мынау сізге. Тыңдайық. Қай өлеңін жатқа білесіз? Көп өлең білем. Қол соқпайық. Абайдың көп өлеңін жатқа білем, біреуін оқиын дейді. Тыңдайық. Ақырын жүріп анықпас, еңбегің кетпес далаға. Ұстазды кеткен жалықпас, үйретуден балаға. Тамаша, міне қазақтың бас ақыны Абай. Ал подсказка дейді ғой орыстар. Теміртауда 2 мешіт болса, соның біреуі осы кісінің атымен аталады. Жақып Ақбай кім екенін айтсаңыз сыйлық. Жақып Ақбай деген кім? Білмеймін. Білмеймін дейді. Кім біледі? Жақып Ақбай Алаш Орданың заңгері, этнограф. Сол Алаш зиялысының аты өлмесін деп Теміртау қаласындағы мешітті Жақып Ақбайдың атына берген еді. Жарайды, бауырма сыйлық. Бір қол соқпайық. Тұрма. Келесі, мынау кім? Қолын көтерген кісіден сұрайым. Кім? Тамаша. Ең бірінші қол көтерген кісіден сұраймын. Құдалар қол көтермеді. Кім? Менің ойымша Әбіш Кекілбаев. Нет? Кім? Қарындасым. Тамаша. Ал, әжемнен сұрайыншы. Апа, бұл кісіні көрдіңіздер ғой. Маған Мекке, Мәдине, Венеция, Парижне, туған жердің шөліндей ыстық емес әрине, жананамдай қадірлі менің туған байтағым, жердің жәннат жұмағы, Қызылқұм деп айтамын деген. Біздің Қызылқұмның ақыны, Мұқағалидың, Төлегеннің, Фаризаның досы әрі замандасы, Өмірзақ Қожамұратұлы. Тамаша, әжемізге сыйлық. Бір қол соқпайық. Тамаша. Ал, Мағжан, өз қолыңмен әжеге сыйлық апарып берсең болады. Міне, Мағжан, осы Өмекеңнің тағы бір сөзі бар. Өмірге менің өкпем жоқ, ешкімді есем кеткен жоқ. Біреуге жүрсем жете алмай, біреулер маған жеткен жоқ деді. Енді елдің алдына түсіп кетпесеңдер де, елдің соңына қалмай, ортасында осында елдің батасын алып жүре беріңіз. Әже, ал Өмірзақтың өлеңі бар ма? Тамаша, бір қол соқпайық. Ұстаз болу адамның ақындығы. Ұстаз болу адамның ақылдығы. Ұстаз болу өмірдің күн шуағы, тозбайтығын адамның алтындығы деген. Тамаша, ол кісінің өлеңдері көп. Тұрсақ мына жерде таңды таңға жалғаймыз ғой, білегет. Ақылдан адасқандардың ажалдан адаспайтынын, тақ үшін таласқандардың табытқа таласпайтын дейді. Алла осы қысқа өмірде сыйласып жүруімізді, осындай ұлыларымызды танып, насихаттап жүруімізді нәсіп етсін. Анамызға бір қол соқпайық. Ұлағатты ұстаз болған анамызға. Тамаша.